Бетке поралардың түсуі әртүрлі жағдайда болуы мүмкін. Бірінші ол әрине майлылықтан, бетіңіз тым қатты майлы болатын болса, май бездері өте көп жақсы жұмыс жасағаннан сіздің пораларыңыз ашылып кетеді. Ол кезде әдеттегідей ниацинамид қосылған цинк сывырткаларын қолдансаңыз, сіздің майлылығыңызды азайтып, пораларыңызды визуалды кішірейтіп береді. Екінші ол әрине алдында айтқанымдай қартаюдың алғашқы белгісі сіздің бетіңіз төмен түсіп бара жатқаннан кейін, коллаген мен эластин дұрыс синтезделмегеннен кейін поралар ашылады. Оған бетті лифтинг эффект беретін тартагенді пептидті кремдер, сывырткалар қолдансаңыз, ол жақсылап қалыпқа келеді. Ал үшіншісі әрине терінің қорғаныш қабаты бұзылған. Кей кезде терінің қорғаныш қабаты бұзылғанның әсерінен құрғақ тері болса да бетке поралар шығып кетеді. Ондай жағдайда терінің қорғаныс қабатын қалыпқа келтіретін, барьерді қалыпқа келтіретін арнайы сывырткалар, кремдер қолданып пораларды кішірейтуге болады. Сіздің бетіңізде ондай пораның қандай себеппен туындағанын жеке консультация арқылы біле аласыздар. Маған жеке консультацияға жазылсаңыздар болады. Ол үшін парақшама тіркеліп, жекеме консультация деп жазыңыздар.